Төртінші тарау. Жұмбақ жұмысшылар. Ертеңінде Джо ата әңгімесін қайта жалғады. Осыдан 2 жылдай бұрын мистер Уилли Вонканың фабрикасында мыңдаған жұмысшы істейтін. Бір күні кенеттен мистер Вонка олардың бәрінен түгел үйіне кетсін деп, және енді ешқашан фабрикаға қайтып оралмасын деп талап етті. «Неге?» деп сұрады Чарли. «Жансыздардың кесірінен». «Жансыздар деймісіз?» «Иә, өзге шоколад кәсіпорындары мистер Вонканың керемет табысын көре алмай, шоколад жасау әдістерін ұрлап келетін шпиондар жібере бастады». Шпион. Олар Вонканың фабрикасына жұмысқа орналасып, ондағы тәттілерді жасау технологиясын үйреніп алды. «Сосын өз фабрикасына барып, бәрін айтып берген бе?» деп сұрады Чарли. «Солай болса керек», деді Джо ата. «Неге десең, содан кейін көп ұзамай Фикель Грубер фабрикасы шыжыған күннің астына қойсаң да ермейтін балмұздақ шығарды. Одан соң мистер Продноның фабрикасынан қанша шайнасаң да дәмі кетпейтін сағыз шықты. Сосын мистер Слагвордтың фабрикасы үрлесең ине тығып жарып жібермейінше үлкейе беретін тәтті шар жасады. Солай жалғаса берді. «Апырай, бұлар менің түбіме жетейін деді. Барлық жерде тыңшы бар. Фабриканы жабуға мәжбүрлеп тұр», деп мистер Уилли Вонка шашын жұлып аластырды. Уилли Вонка жыны кеп бастаған ғой. Өйткені бұның секреттерін бәрі ұрлап бастады. Басқа фабрикалар. Түсінесің ба? Сосын бұл жыны кеп фабриканы жапқысы келді. «Дегенмен, фабрикасын жапқан жоқ қой?» деді Чарли. «Жоқ, жапты. Жұмысшылардың бәрін үйіне қайтарып жіберді. Қақпаға құлып салып, шынжырмен орап тастады. Сөйтіп, Вонканың шоколад фабрикасы қаңырап бос қалды. Мұржаларынан түтін будақтамай, мәшинелері гуілдемей, шоколад та тәтті де жасалмады. Жауып тастапты. Өйткені бәрі ұрлап кетіпті секреттерін. Фабрикаға тірі жан кіріп шықпай қалды. Мистер Вонканың өзі де зым-зия жоқ болды. Фабриканы жауып тастапты. Өйткені бәрі ұрлай берген секреттерін. Сөйтіп жыны кеп, бәрін жұмысшыларын бәрін қуып жіберіп, заводты жауып тастапты. Ай артынан ай өтті, деді Джо ата әңгімесін одан әрі сабақтап. Бірақ фабрика жабулы күй тұрды. Жұрт қайран мистер Вонка сондай бір тамаша жан еді. Қолынан ғажайып дүниелер шығушы еді. Енді бәрі жоқ болды деп өкініп жүрді. Андай халық бәрі өкініп жүрген ғой. Туф, мистер Вонка әп-әдемі адам еді деп ше. Бірде адам сенбес оқиға болды. Қала тұрғындары бір күні таңертең фабриканың биік мұржаларынан сыздықтап жіңішке ақ түтін шығып жатқанын байқады. Түтінмен фабрикадан түтін шығып бастаған ғой, фабрикадан. Трубаларынан ше. Почему? Енді бұл не? Біреу от жағып жатқандай. Мистер Вонка фабриканы қайтадан ашайын деген болар, деп жұрт қақпаға жүгіріп барады. Бірақ үлкен теңмір қақпа бұрынғыдай бекітулі, мистер Вонка да еш жерден көрінбейді. Фабрика алдына барса, фабрика әлі жабық тұр екен. Ашылмаған. Бірақ мұржары, трубаларынан түтін шығып тұр екен. Значит, біреу жұмыс істеп жатыр. Бірақ фабрика жұмыс істеп тұр, деп шу-шу етті жұрт. Мәшинелердің гуілін естимісіңдер? Ауадан ертілген шоколад иісі шығады. Қайттан ауада шоколад иісі шығып шыққан ғой. Бәрі ескейді, шоколад иісі шығып тұр. Фабрика жұмыс істеп тұр, деп бәрі айтып бастайды. Джо ата алға қарай ұмсынып, еті қашқан ұзын саусақтарын Чарлидің тізесіне қойып, сыбырлай сөйледі. Бәрінен де қызығы фабрикасы терезесіндегі көлеңкелер. Сыртта тұрған жұрт қырау басқан терезелердің ар жағында көлбеңдеген көлеңкелерді байқады. Кімнің көлеңкесі? Деді Чарли жұлып алғандай. Жұрттың білгісі келгенде осы еді. Ішкі толы жұмысшы. Біреулер жұмыс істейді екен. Терезесіне қараса, көлеңкелерін көріп тұр. Вилли Вонканың Вилли Вонканың фабрикасында.
біреулер жұмыс істейді. Вилли Вонка өз көріпті ма? Жоқ, адамдар қарайды ғой терезесінен фабриканы, сол кезде адамдар басқалар жұмыс істеп жүр екен, бірақ кім екенін білмейді, тек қана көлеңкелерін көреді терезесінен. Анда терезе мұз қатып қалған ғой, содан қарайды, біреу жұмыс істеп жүр, бірақ кім екенін білмейді да. Бірақ онда кіріп шыққан адам жоқ дейді. Адам кіріп шығатын шықпайды екен фабрикаға. Қақпа болса жабық дейді, деп жұрт дал болды. Бірақ фабрика жұмыс істеп тұрғаны сөзсіз еді. Содан бері міне 10 жыл болды, әлі істеп тұр. Онда шығатын шоколадтар мен кәмпиттер бұрынғыдан да тәтті, бұрынғыдан да ғажап. Енді мистер Вонка ойлап шығарған шоколадтарды мистер Фикельгруберде, мистер Продноста, мистер Слагвордта ешкімде көшіре алмайды. Фабрикаға ешқандай шпион кіре алмайды. Ешқандай шпион кіре алмайды. Кімге? Жаңағы Вилли Вонканың фабрикасына. Өйткені жабық қой есіктің бәрі. Есіктің бәрі жабық, бірақ шоколадтар бәрі шығып жатыр. Түсініп тұрсың ба? Оның алдына шпиондар неге кіріп кетті? Өйткені жұмысшылар кіріп шығып жүреді, сол кезде соның арасында бір шпион кіріп кеткендер ғой. Түсіндің ба? Шпион деген білесің ба кім екен? Следить етеді. Следить етеді. Сіздер айтқан. Сосын ұрлайды. Сол шоколадтың рецептін ұрлаған олар. Рецепт деген шоколадты қалай жасау керек, соның қағаздарын ұрлап алып, өздері сонда шоколад жасаған. Түсіндің ба? Сол, ал мистер Вонканың рецепті ол секрет. Өйткені оның шоколадтары андай магический шоколадтар ғой, магия, ғажап. Түсіндің ба? Түсіндің ғой? Бірақ шпионда оның заттарын алған жоқ қой. Енді заттарын ұрлаған жоқ. Бірақ қалай жасайтынын ұрлап алған ғой. Ол секрет. Мистер Вонка ол өзі шығарған оларды. Он сам придумал. Өзі ойлап шығарған. Ал шпиондар кеп, ох ты, ол шоколадтың ішіне мынандай нәрсе қосады екен ғой деп. Ол деген шоколадтың ішіне мынандай нәрсе қосады екен, көрдіңдер ма? Деген сияқты ше. Ал біз простой шоколад істейміз, дым қоспаймыз. Енді біз де қоссақ, бізде де күшті болады деп ұрлаған ғой. Түсіндің ба? Ал сонда фабрикадағы барлық жұмысты атқарып жүрген кім? Кім жұмыс істеп жүр деп Чарли сұрап жатыр. Оны ешкім білмейді. Бірақ бұл мүмкін емес қой. Мистер Вонкадан сұраған адам бар ма? Содан бері оны ешкім көрген емес. Мистер Вонканы ешкім көрмеген екен. Мистер Вонка ешқашан жұмыс орнынан шықпайтын болды. Ол жерден қазір тек шоколад пен кәмпит шығады. Олар қораптарға салынып, қапталып, қайда жөнелтіледі жазылып, қабырғадағы есіктен жылжымалы таспа арқылы шығады. Сосын оны жүк машине тиеп алып кетеді. Айта ғой. Может, ана не шпионда кіріп кеткенде, соғақта рецепттерін алып алып, соғақта істеп жатыр, соның заттарын алып алып. Иә, ұрлап алады. Сосын өздерінің басқа фабрикасына бар ғой, 4 адам бар деді ғой, басқа 3 адам бар деді. 3 адам ше? Айттым, аттары кім еді олардың? Слагворд, Проднос и Фикельгрубер деген 3 адам бар, басқа. Оларда да шоколадный фабрика бар. Оларда да шоколад шығарады, мистер Вонка сияқты. Бірақ олардың шоколадтары ондай тәтті емес. Саған кейбір ұнайтын шоколадтар бар ғой, мысалы киндер ұнайды саған, иә? Киндер романдасы бар ғой ішінде. Жоқ, вообще деймін да. Киндердің қандай кәмпит ұнайды саған? Бір ұнайтын кәмпиттер бар ғой саған, иә? Қазақстан ұнайды. Иә, Қазақстан ұнайды саған, тағы ұнайды шоколадтар бар, иә? Анау. Сол сияқты. Мысалы Қазақстан ұнайды ғой, иә? Басқа алып келсе ұнамауы мүмкін саған, иә? Өйткені дәмінде бір түрлі болуы мүмкін ғой бір нәрсе, иә? Сол сияқты мистер Вонканікі Қазақстан сияқты болған дәмі. Күшті болған. Ал аналардікі, Слагворд, Проднос, Фикельгруберлердікі, олардікі онша емес болған дәмі. А олар сол ұрлап, рецепт қалай жасайтын ұрлап алып, шпиондар ұрлап алып, шпиондар жіберген ғой адамдарды. 3 адам шпиондарын жіберген. Жұмысқа тұрып ұрландар деп. Олар да қатты вкусный емес боласын. Шпиондарды шақырып, магазинге кіріп кетіп, стендерден ма? Магазин емес, фабрикаға аралап кеткен. Фабрикаға барыңдар деп айтты да, олар рецепттерін ұрлап, соқта заттарды ақтарып алып. Иә, дәл солай. Ұрлап алып кетіп, өздерінің фабрикаларына апарып, солай жасаған. Сосын олардың шоколадтары күшті болып шыққан. А мистер Вонка оған жыны келеді да. Өйткені оның шоколады күшті болу керек та. Түсініп тұрсың ба? Енді менде жыным келеді ғой, мен затым алып. Солай, вот сол дәл солай. Дәл солай жыны келіп
жауып тастаған ғой жаңа келіп бәрін, түсініп тұрсың ба? Одан кейін қайтып ашқан, бірақ ашқанымен бәрібір жабық ол фабрикасы, бірақ бір жұмыс істелініп жатыр. Ал кім жұмыс істеп жатқанын ешкім білмейді. Сол үшін жұмбақ жұмысшылар деген тарау. Жұмбақ, никто не знает, это секрет, загадка. Түсіндің ғой, иә? Так, енді сол шоколадты жасайды екен да, қазір Уонканың фабрикасы. Олар әшейін шығарады екен да, машинадан алып кетеді екен. А бірақ адамдар кіріп шықпайды екен фабрикасына. Чарли сұрап жатыр. Сонда ол жерде жұмыс істеп жатқан қандай адамдар? Деп сұрап жатыр. Джо ата айтып жатыр. Балам, дейді. Ол шоколад өндірісі әлемдегі ең үлкен жұмбақ. Біз олар туралы бірақ нәрсе білеміз, дейді. Уонканың қазіргі жұмысшылары өте кішкентай халық. Умпа кішкентай. Өте кішкентай. Әсіресе түнде шам жағылғанда терезелердің ар жағынан көлбеңдеген байқалмас көлеңкелерге қарағанда менің тіземнен ғана келетін бәкене бойлы адамдар. Тізесіне ғана келетін кішкентай адамдар, дейді. Жауаталына, үлкен мен сияқты, бой мен сияқты ғой. Сол мен тіземе келетін. Сенің тізеңе ма, әлі менің тіземе? Жоқ, мен тіземе келетін. Сенің ішіне келетін. Ойбай. Ондай адам болмайды, деді Чарли. Қалай сен менің ішіме сен тізең неға дейін жетеді ғой? Қазір көреміз. Саған нәжене дейін жетеді. Енді қара, ондай адамдар болмайды, деді Чарли. Осы мезетте бөлмеге Чарлидің әкесі мистер Бакет кірді. Тіс басты фабрикасындағы жұмысынан жаңа оралған беді. Қолына кешкі газет бар. Газет деген білесіңдер ғой, газет, қағаздар. Анау старый. Старый, қазір онда жоқ. Бар ғой енді, бірақ қазір оны кішім қолданбайды. Жаңалық естідіңдер ма, дейді. Жаңалық газетте жазылып тұр екен. Деді ол газетті жайып жіберіп, ашып берген ғой бәрін алдына. Ондағы бір мақалаға үлкен әріптермен газетте жазылып тұрған ғой бір нәрсе. Мынау ма? Бірнеше адамды бақытты ету үшін Уонка фабрикасы қайта ашылмақ деп айдар қойылыпты. Бірнеше адамды, бірнеше кішкене адамды бақытты ету үшін, бақытты қылу үшін Уонка фабрикасы қайта ашылмақ, қайтадан ашайын деп жатыр.